қандай, оны енді айтып аузымызда көпіріп болды, енді жауырда болдық, сіз де білесіз, біз де білеміз. Енді мәселенің не себеп? Аналарды соншалықты тізе бүктіретіндей, біз соншалықты бір бейшара мемлекетте өмір сүреміз ба? Қандай бай мемлекетте тұра отырып, неге аналарды соншалықты осындай бейшара күйге жеткіздіреді? Қазір жаңа 58 жас дедік, 58 жасты айтпаймыз, қазір 61 жасты тоқтатыңыздар деп өтініп сұрап отырмыз. Бұны енді бұл сұрайтын да мәселе емес қой. Сізде, депутатта, президентте, басқа да, батырда, ақында, ғалымда, ғарышкерде барлығын сол анадан келген адамдар емес па? Анаға қай жақтан құрмет көрсетсе де, қандай қылса да ол артықшылық қылмайды ғой енді ол. Мен түсінбеймін, неге адамдар соншама аналарды зарлатып қойған. Тізе бүктіріп оларды. Қазір ойлаңызшы, менің жасымның өзі, мен де қазір зейнет жасындамын, зейнеткермін. Менің жасым 53-те болса да жаңа көп балалы категориямен шықтым. Бірақ мәселе ода емес. Мен сол қайнаған қазанның ортасында болып, жас ана болдым, одан енді көп балалы ана болдым, енді қазір зейнеткер анамын. Ол аналардың мұң-мұқтажын мен өн мойнымнан өткіздірген барлығын. Ол қазір мысалы 58 жастың өзі өте қиын аналарға. Бұл барынша егер реті келсе, сол мәселені қолға алатын болса, билік болып, депутаттар болып, аналар болып, барлығы рас, осы аналарды зарға қақсатпайықшы. Осы анаға қамқорлық көрсетпей ешкім ол өркендеп прям керемет жағдайға жетістікке жетпейді. Аналар жылап отырған кезде біздің мемлекетімізде бір кереметтей болып көркендейді деп айта алмаймын мен. Ол ақиқат, ол табиғаттың заңдылығы. Бұл рас қой енді. Соны айтайын дегенім, 55 жас қылса аналарға, 58-ді де қарамайды. 55 жас, ол ешқандай артықшылық қылмайды. Қазір енді мысалы 55 жаста менің возрастымдағы аналар қай жерге барып жұмысқа кіреді, айтыңызшы. Балабақшаға тәрбиеші болар, болмаса жаңағы еден жуушы болар, предпенсионный возрастта отырған аналар. Олардың орнына жас өскелең ұрпаққа орнын босатып, тіптен жаңағы бір прожиточный минимум, минимальный заработный платамен шығарсын. Аналар бізге ойбай аспандағы айдалып беріңдер, бізге 100 мыңдап жаңағы медианный зарплата беріңдер деп жатқан бір ана жоқ. Айналайындар-ау, бізде 58, қазір енді 58-ге де көзді жұмды, 61 жаста мына зейнетімізге аман есен шығарыңдаршы дейді. Ал енді олар жүр, мына жерге барып, айналайын, менің жасым 58-де пенсияға шығайын десе, пенсияға жасы жетпейді 61-ге. Кім алады ол жасы үлкен, жастар тұрған кезде жасы үлкен адамды? Мені кім алады мысалы? Апай, хорошо, менің мына еден жуушы керек еді, қазір осы кезде орын бос, еден жууға барасыз дейді. Басқа қандай орын менде? Айтыңызшы, бұл енді қорлығы ме не бұл аналарға? Шындап келген кезде.